Smoking and inhaling every moment. It was reckless in the only. Қазір бұл видеода айтылатын сөздердің барлығы менің өзімнің басымнан өткен деп айта алмаймын. Себебі менде ата-анамен арақатынасым барлығы жақсы, және де бұл сөздерді мен өзімнің жанымдағы, өзім көріп жүрген, өзім естіп білген жасөспірімдердің оқиғаларынан алдым. Және де осы нәрсені жазуға бір кішкене құрбым себепші болды. Сол себепті барлығын қатты серьезно қабылдамауларыңызды сұраймын. Ата-ананың балаға қарым-қатынасы. Мен үлкен адамдардың балалардың ойымен және олардың сезімдерімен санасқанын қалаймын. Заманауи әлемде адамдар адам сезімдерін әр айтқан сөзден кейін адам не ойларын ойлап жатпайды. Адамдар түрлі сөздерді, келеке сөздерді кез келген уақытта адам көңіліне қарамай, сол сөздердің қай адамдарға тиетінін ойламай айта береді. Көбінесе ондай ауыр сөздерге жасөспірімдер көп көңіл аударады. Олар өздерін енді ғана іздеп жүрген жандар. Оларға әр сөз, әр көз қарас қатты тиеді. Ата-ананың әр жасалған іске деген көз қарасының орны ерекше. Қателік жасалғандағы кей ата-аналардың көрсеткен агрессиясы жасөспірімдердің қателік жасауға құқығы жоқ па не деген ойды жиі тудыртады. Сонда жасөспірімдер мінсіз болуы керек пе? Жасөспірімдерді сабақ үлгеріміне байланысты бағалайды. Дұрыс болмаған жағдайда 1000 сөзге қайтарған бір сөз үшін жерден алып жерге салады. Оларға барлығына құрметпен қарау керек дейді. Алайда оның артынан шындықты жақтау керек деп те айтып жатады. Алайда жасөспірімдердің өз ойы ше? Неге үлкендер өтпелі кезеңдегі өзін есіне түсірмейді? Өздерінің жасаған қателіктерін неге естеріне алмайды? Не үшін олар жасөспірімдерді өзінің мінсіз көшірмесі еткісі келеді? Неге жасөспірімдердің ойы және сезімдері есепке алынбайды? Мен түсінемін, үлкендер жасөспірімдердің өз жасаған қателіктерін қайталамағандарын қалайды. Алайда тәжірибе жасалған қателіктен ғана жиналатынын неге түсінгілері келмейді? Қателік жасалады. Қателіксіз адам болмайды. Сабақтағы жасалған қателік ол қалыпты жағдай. Алынған жаман баға қалыпты жағдай. Жасалған қателіктер ол да қалыпты жағдай. Сәтсіз алынған тәжірибе ол да қалыпты жағдай. Бұл жасалған қателіктер өтпелік кезеңде жасалатын қалыпты жағдайлар болып табылады. Барлық адамдар одан өткен. Үлкендер өздерінің дәл сондай бала болғанын ұмытпау керек.